Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің асқар шыңы, жетісудің дүлдүл ақыны. Ол халықтың мұғы мен рухын жырлаған ақын. Оның қаламынан туған құлагер, күйші поэмалары ұлттық поэзияның жауһарлары. Ол қазақ сөзінің құдіретін жаңа деңгейге көтеріп, дала әуені мен тарихын жырмен өрді. Қазақстан Жазушылар Одағының тұңғыш төрағасы ретінде әдебиеттік іргетасын қалауға зор еңбек сіңірді. Мақпал. Оқиға жетісудің әдемі табиғаты аясында басталады. Мақпал ақылына көркі сай, ауылдың еркесі, әрі сұлуы. Ол Ербол есімді жас жігітпен көңіл жарастырып, бірін-бірі шын ұнатады. Олардың арасында сезім мөлдір, армандары асқақ еді. Ілияс Мақпалдың сұлулығын суреттегенде, қырдың қызыл қызғалдағындай құлпыртып, оның еркін рухын баса көтереді. Осы бақытты шақта ортаға Саржан бай түседі. Саржан жасы ұлғайған, дүние мүлкі тасыған, бірақ көңілі соқыр, қатал адам. Ол Мақпалдың сұлуына қызығып, оны тоқалдыққа алғысы келеді. Байлығына сенген Саржан Мақпалдың әке-шешесіне үйіп-төгіп қалың мал береді. Кедейліктен тауқыметін тартқан ата-анасы қыздың еркіне қарамастан оны Саржан байға беруге келіседі. Мақпал бұл шешімге түбегейлі қарсы шығады. Ол Ерболмен тіл табысып, бақыттарын сақтап қалу үшін қашып кетпек болады. Жастар түн жамылып, ескі қоғамның құрсауынан құтылуға әрекет жасайды. Алайда Саржанбайдың соңынан жіберген қуғыншылары оларды қуып жетеді. Күштен емес еді. Бір жақта махаббаттан басқа ештеңесі жоқ жастар, ал екінші жақта билік пен қаруы бар байдың нөкерлері. Ербол соққыға жығып, Мақпалды зорлықпен ауылға алып кетеді. Саржанбай Мақпалды алтынмен аптап, күміспен қаптаса да, қыздың жүрегін жібіте алмайды. Мақпал үшін байдың үйі зындан. Ол күн сайын Саржанның озбырлығын көріп, сүймеген адамның қасында қорлықпен күн кешеді.